Сәлем достар, бүгін осындай керемет шоколадный пирог дайындайтын боламыз. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұл пирог өте қарапайым ингредиенттерден дайындалады. Қорықпай дайындап көріңіздер. Алдымен сүтті ысытып аламыз, оған қант саламыз, какаоны ситадан өткізіп саламыз. Сөйтіп, какаоны ерігенше араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін оны бір шетке қоямыз да, қанттың үстіне жұмыртқаны салып, жақсылап миксерлейміз. Үстіне сұйық май қосамыз. Оның үстіне жаңа какао қоспамызды қосып, тағы да жақсылап миксерлеп араластырып аламыз. Оның үстіне ұн, қопсытқыш, яғни разрыхлитель салып араластырамыз. Одан кейін өздеріңіздің қалаған жаңғақтарыңызды салсаңыздар болады. Мен грек жаңғағын салдым. Үстіп лопаткамен араластырып алып, формамызға құямыз. 170 градусқа қызып тұрған духовкада 30-40 минутқа пісіріп аламыз. Мінекей біздің пирогымыз пісті. Енді шоколадный глазур дайындаймыз. Шоколадқа сұйық майды қосып, микроволновкада ерітіп, жаңа глазурымызды осылай пирогтың бетіне құямыз. Және де өздеріңіздің қалаған жаңғақтарыңызды, немесе жеміс-жидектеріңізді салсаңыздар болады. Мінекей енді кесіп көреміз. Өте қарапайым жолмен дайындалған біздің пирогымыз дайын болды. Өте жүп-жұмсақ болып шығады.